Қандай вопрос, апай? Приказды 15-ті өткенде создавать еттім да, дальше жаңағы объявление бере алмадым. Сонымен оның 5 күн уақыт өтіп кетті да, енді 16-шы приказбенен қайтадан бүйтіп план ашып қойдым. Соның біреуін маған көрсетілші, мен неғып қалай заят дальше өзім ақырын. Жоқ, приказды апай, ол планды бекітуге берген ғой сізге. Оны сіз 5 күннің ішінде бекітесіз. Бірақ ол объявлениеге қатысы жоқ оның. Объявление ойната береді, ол сонымен тұра береді жаңағы осы уақытте. Февральда ойнатаса, мартта ойнатаса, оған бола план ашудың қажеті жоқ. Мен онда тағы да бір план аштым ғой, ананың 5 күн уақыт өтіп кетті деп. Жоқ, ол керек емес, ол 5 күн уақыт. 5 күн уақыттың ішінде сіз планды бекітесіз. Міне 17 күні беріп тұр ма мысалға? Календар қарайсыз, 17 күні 1, 2, 3, 4, 5. Бүгін соңғы күн, например, бекітесіз. 5 күн ішінде планды бекіту. Алматы облысы да, басқармасы Еңбекші Қазақ ауданы дейді. Шелектенбіз, Шелек ауданы. Рахмет. Біздер Ақтөбе қаласынанбыз. Жаным, алыстан екесің ғой. Алматыда тұрасың ба? Ақтөбеде. Ойбай, алыс шақ екен ғой, мен Алматы екен. Онда проектіні өшіп тастай берейін да, керек емес қой сізге. Иә. Артық проекті өшіп тастаймыз. Мен отана 5 күн өтіп кетті деп қайтадан создавать еттім ғой оны планды. Жоқ, ертең циновка ойнатқаннан кейін ұтып алады ғой. Ұтып алғаннан кейін 5 күннің ішінде сіз договор жібересіз. Планды бекітуге береді. Оны да 5 күн ішінде бекітесіз. Ал былай пландағылар тұра береді. Ал мен жаңағы келесі айда мысалы біреуін тағы да осы жердегі біреуін беру үшін тағы да қайтадан приказ ілеме? Жоқ, приказ керек емес, апай. Уже керек емес па? Иә. Февральда тағы да бір заттар қосады ғой. Февральда ашасыз мысалға. Мысалға сіз мына жерде жесткий диск деп тұр, жесткий диск керек емес. Соның орнында мысалға бір А4 бумага аламыз десе, соған план ашасыз да, нені басып, внести изменение деген болады ол жерде. Сонымен өзгертесіз керек заттарын. Мен мына услуганы дұрыс беріппін ба, соны тексеріп берші, мен спецификасын жазбадым ғой сол жерге. Спецификасын ба? Иә. Мына жесткий дискін, мына услуга мынау. Жоқ, услуга емес, сізге объявление беріп көрсетейін да. Иә, вот соны. Объявление термометр ішінде дұрыс салдыңыз ғой да ішін. Көрші соны жаным, көрші. Әйтеуір бір нәрсе білгенім істеп чұқылап бір нәрселер жасадым. 2024 дейді, термометр дейді. 70 штук 3,5 мың теңгеден. Мынау 15 календарный күні болу керек негізі, после подписания договора. Мекен-жайың дұрыс қоя, сонымен дұрыс шығар онда. Жаңа специфика бірдеңе дегенде жоқ па сіздерде? Сол болу керек қой, мен соны. Мына вообще-то заттарға специфика онша керек емес дейді. Жаңағы услугаға обязательно керек дейді ғой. Услугаға келесіде специфика саласыз онда. Сонымен мына услугамна заявка болып тұр ғой, сол дұрыс па, соны тексеріп көрші. Мынау ма, міне? Иә. Қатып қалды ғой. Бұның ішінде специфика жоқ қой. Сол қай жерінде болады? Мен вообще спецификаны таппадым ғой. Сіздердің ютубтарыңда? Жоқ, кейбір мекемелерде ондай спецификалар қаралмаған ғой сізде. Қараймыз қазір. Қашан жұмысқа келдіңіз сіз? Мен осы 3 ай болды. 3 ай болды да, мысалға 2023-те қарап көрейін сіздерде қалай болғанын. 22-ні қарап қош. 22-ні ашайық. Не, услуга тұр мысалға.
Ой, сіздерде специфика дегенде жоқ қой? Сол менде соны таппадым, мен сенің ютубыңда қараймын да, специфика тұру. Мен неге ондай менде жоқ деп постоянно қарап таппадым. Жоқ, сіздердің мекемеңізде специфика қаралмаған, сосын ғой. О жағын уайымдамаңыз. Міне 2022-ден бері сізде специфика қаралмаған жоқ. Біздің мекемелерде ғой. Енді мысалы, мен жаңа 3-4 заявканы не қылдым, енді мынаны дальше қалай істесем болады, енді ұмытып қалдымшы, соны мен не қылып басам, тағы бір көріп басам. Міне термометр дейсіз. Так, не бар еді тағы? Например, салфетка. Так, товарды отдельно оynatасыз и услуганы отдельно, работаны отдельно оynатасыз. Мынау термометр с футляром. Сол екеуі шығыпты, мына выборды басамыз. Проект лото болып тұр. Далее батырмасын басамыз. Мына жерге міндетті түрде DDP болады. Мен YouTube каналда негізі бар апай осының бәрі қалай беру керек, поэтапно осылай салынған. Міне. Мен іздедім, таба алмадым. Жоқ, бар каналымда. Бір апта болды ғой сені ютубыңды көріп отқаныма. Түні көремін. Рахмет апай. Міне проект договоры толтырасыз. Мына жерге 5 деп қоя салам көбіне. Утвердить договор. Қандай пароль тез жіберіңіз апай? Жаңағы бастықтың паролімен қоям ба, жоқ өзімдікімен қоям ба? Кімдікімен кіріп отырсыз? Катифова деген кім? Өзімдікін басып жіберіңіз. Ол заведующий. Иә. Окей. Некорректно дейді ол. Қайттан тере қойыңызшы. Bastım. Ana bastık. Кетті. Енді апа міне техникалық сипаттама. Осы екеуін толтырасыз. Термометр қандай керек? Кішкентай 2-3 сөз болмайды апай мыналар. Термометрдің көлемі, салмағы бәрін жазу керек. Неше градусқа арналған, ол не істейді, не үшін деген сияқты қылып. Соның бәрін жазасыз. Google'дан қарап жазсам болады ғой. Google'дан қарап жазуға болады, немесе мына жерден жазуға болады. Міне. Так. Міне поиск объявление деген бар. Соқтан термометр десеңіз. Термометрдің жалпы түрлері көп шығар. Осы жерде неше түрлі термометр сатып алғандар тұр. Көрдіңіз бе? Солардың аш техникалық сипаттамасы жарайтын болса, сізге келетін болса. Соны алып копировать етем ба? Кооператив ставить ете қоясыз ғой. Мысалға 35 мыңның термометрлері бар, 165 мың, 156 мыңдікі бар, 7 мыңдікі бар. Сізге примерно қайсысы келеді? Олардың да түрлері бар ғой. Көтешінен
иә, мыналар мысалға бір басқа бірдеңе өлшейтіндер шығар. Сөйтіп короче. Или Google-да жазасыз. Сосын жаңағы жерге қоямын. Сосын Орысшаға, қазақша жазасыз. Міне для холодильника шықты не. Көрдіңіз бе? Біреуін ашайық мысалға. Міне документацияның ішінде тұрады. Технический спецификация деп. Міне жүктелді. Міне осындай нелері сізге келе ма мысалға нелері ше? Иә, келеді. Осындайлар соны қазақшасын қазақша, орысшасын орысшаға көшіріп аласыз. Ол емес екен, мен саған қате айтыппын. Баланың қызын өлшейтін екен. Сені қателестіріп отырмын. Иә, апай, сонымен түсінікті ғой, сөйтіп өзіңіз қарай бересіз, иә? WhatsApp-қа жазасыз ғой? Иә, WhatsApp-қа жазамын. Жақсы, амандық. Көңіл бөл, уақыт жүргеніңе. Аман бол, бақытты бол. Жақсы, амандық.